Қайда барасың? Мен көшеге мүмкін қыздармен, мүмкін балалармен достасып қаламын ба, танысамын ба деп шықтым. Шыға келе жатырмын. О, дұрыс. Танысып қайт балалармен. Досталып жатса маған айт. Я. Жақсымен кеттім, мама. Қызым, тамағын жеп кетпедің ба? Жарайды, қазір сағат ендеше 1-де кел үйге. Я, мен кеттім. Ай, қызым, ай. Айдос, ана қыз кім? Білмеймін, жаңадан келген қыз шығар. Давай танысайық, давай. Сәлем, балалар. Привет. Сен жанымдан келдің ба? Я, жанымдан келдім. Атың кім? Атым Жасмин. Сендердің аттарың кім? Атым Айдос. Амина. Жақсы танысқаныма қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Айтпақшы, сен қай үйге көшіп келдің? Мен анандай. Ана бір орыс тәтенің астындағы бір квартираға көшіп келдік. Не? Шынымен ба сол жаққа? Я. Не болыпты? Ой, жайлы аңыз естімеп пе едің сен? Қандай аңыз ол? Қазір біз саған айтып берейік. Негізінде ол үйде бір адамдар дуалап кеткен ол үйді. Бір анандай нәрсемен дуалап кетті да, содан кейін ол үйде елестер, зомбилар пайда болды ол үйде. Содан кейін бір жауыз сондай бір тәте сатып алды. Содан кейін оның бағасын өте арзан қылып қойған. Тіпті түнде вообще қорқынышты болады ол үй. Қорқынышты дауыстар шығады түнде. Бір уақытында бір адамдар көшіп келген ғой. Содан кейін бір баланы зомби жеп қойған ғой. Я. Содан кейін ол адамдар мынай жаман деп көшіп кеткен ол үйден. Балалар, айтқандарына рахмет. Тезірек ол үйден көшіп кетіңдер, а то жаман болады. Сау бастарына сақина тілеп алғыларың келмесе, тез көшіп кетіңдер ол үйден. Жақсы, рахмет сендерге. Сендердің арқаларында ол үйден тез құтылатын болдық қой. Мен ол үйді ондай деп ойламадым. Мен ол үйді ұнатып жүрсем, ол жаман екен ғой. Ол өте жаман үй, тез көшіп кетіңдер. А то зомби елестерге жем болмай тұрған кезде. Жақсы, сау болыңдар, мен үйге кеттім. Сау бол. Оны қалай ойламаған? Сол ғой. Қызым ас болсын. Ас болсын. Ой, қызым, келдім мен. Ас болсын ғой. Мама. Не болды? Жасырмай айтсай? Мам, осы үйде елестер бар екен. Қайдағы елес? Қызым, елес деген өмірде болмайды. Адам басай, құлағына лапша ілген шығар. Мама, мен ешқандай пранк анау айтып тұрған жоқпын. Бұлардың бәрі шын. Қайдағы? Аяулды қорқытасың. Мама, шын айтамын. Жаңа мен ана жақтағы балалар айтты. Бұл үйде зомбилар түнде елестер келіп, бір баланы жеп кеткен деді ма, сөйтіп айтты. Бұл үйден кеш болмай тез көшіп кетіңдер деді бұл үйден. Енді бұл үй нормальный үй. Мама,
көшіп кетейікші тезірек. А то зомбиға салып басымызға сақина тілеп алып не істейміз? Қызым-ау, бұл үйді кеше ғана алдық қой. Қайда барамыз енді басқа? Білмеймін, бір телефоннан іздеп көрсеңізші. Бір жерге барайық та. Мүмкін кезеген жерде осындай дауыстар шығатын шығар. Қандай дауыс ол? Убай, масқара, мынау не деген дауыс? Мама, қорқам. Ой, жылама қызым, жылама. Тиш, ештеңе жоқ болды, қорықпа. Айттым, мама. Көзіңіз жетті ме енді? Бұл үйде елестер бар дедім ғой сізге. Басында ойламаппыз. Болды, елеріңді жеңдер, тез. Айдын тез кетіп қалайық. Салып басымызды сақина тілеп алмайық. Аяр, бұд. Қызым, жүр, заттарымызды жинайық. Мына жерге де жинайын. Жоқпен ваннаны жина. Мына жерге жинайын. Тәте, қайда барасыздар? Сіздің үйіңізде бәрі дұрыс екен, бірақ біз жаңа өмір бастайық деп едік. Сіздің үйіңіз бізге ұнамады. Біз өзіміздің үйімізді алып қойып едік, біз сол жаққа барамыз. Жүрдер бұд қыздар. Үйіңіз бізге ұнамады. Жақсы, сау болыңыз. Қап. Мына шошқа бар да білмейді ау деймін. Бұл елес бар екен. Ал қыздар, жаңа үйіміз құтты болсын. Енді бұл үйде қорықпай өмір сүретін боламыз. Ура, анашым. Мұнай маған өте қатты ұнады. Енді көшпейік. Я, төсегі де күшті екен. Маған ұнады. Солайша олар бақытты және қорықпай және ана қорқынышты үйден құтылады. Достар, сіздерге осы серия ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк, подписка. Сау болыңыздар. Келесіде қандай серия шығарайын, комментарияға жазып кетіңіздер. Мені қолдауды ұмытпаңыздар. Пока.